Тек қана қазан ошақта жүре бермей, шаш күтімінде жасап қояйық. Өте құрғақ, сынғыш, түсе беретін және үнемі бой алатын өл шашты қалпына келтіретін бір керемет тәсілмен сіздермен бөлісейін дедім. Ол үшін бізге небәрі қалампыр, пияздың қабықтары және қара шай керек. Үстіне суық су құйып 15 минуттай қайнатамыз. Кейін жасаған қайнатпамызды сүзіп аламыз да бір ыңғайлы ыдысқа немесе бакіге құямыз. Шашқа қолмен уқалап жағып шығамыз. 2 сағат өте шампуньсіз жуамыз. 2 аптада күн ара істесеңіз, шашыңыз жайқалып, жібектей қолаң шаш болары сөзсіз. Табиғи жолмен шашты күтуге сіздерді шақырамын. Тек қана қазан ошақта жүре бермей, шаш күтімінде жасап қояйық. Өте құрғақ, сынғыш, түсе беретін және үнемі бой алатын өл шашты қалпына келтіретін бір керемет тәсілмен сіздермен бөлісейін дедім. Ол үшін бізге небәрі қалампыр, пияздың қабықтары